Бәріне сәлем, менің атым Асқар Жанаспаев, мен бодибилдингтан мастер спортамын, чемпион Қазақстана. Ары қарай айтпай қойын, өзім туралы көп мақтанбай. Бұл менің бірінші видеом ютубтағы, сондықтан лайк басып, өздеріңіздің эктоморф достарыңызға жіберіп, мені қолдап отырыңыздар. Эктоморф достарыңыз көрсін өздеріне пайдалы видеоны қазақ тілінде. Әлі көп видеолар түсіретін боламын қазақ тілінде. Өзім білетін басымдағы білімді сіздерге қазақ тілінде жеткізетін боламын. Енді өзіміздің темамызға келсек, инстаграмда қандай тақырыпқа видео түсірейін деген запрос жасаған кезде ең көп эктоморф туралы болды. Сондықтан бүгінгі тема эктоморф. Эктоморф деген ол ең арық адамдар. Мезоморф, эндоморф деген бар, мезоморф та қойсын. Орташа эндоморф дегендер олар кішкене толық адамдар. Егер де сіз тамақты көп жейсіз, бірақ сонда да салмақ жинау қиын болса сізге, ендеше бұл видео сіз үшін, сіз эктоморфсыз, скорее всего. Эктоморф үшін бірінші орында ол дұрыс тамақтану. Тренировкадан да важнее. Одан кейін будем тренировканы разбирать қазір отдельно. Ал тамақтануға келсек, тамақтану сіздерге көп жеу керек тамақты. Көп жеу керек, оны бірақ бәрі біледі. БЖУ-ды, если санасақ, углеводтан өзіңізге салмағыңызды 4-ке көбейтесіз. 1 килограмм салмаққа 3-4 грамм углевод болса, сіздерге. Бірақ белок 2 грамм, былай айтайық қалай. Например, сіздің салмағыңыз 50 килограмм. Санауға оңай болсын деп 50 килограмм алып тұрмын. Сонда белок 100 грамм, бір күнде, углевод 3-ке көбейтсек 150-200 грамм углевод жейсіз. Ал май, сол өзіңіздің салмағыңыз сияқты 50 килограмм, 50 грамм қылып қалдырасыз. Содан бұның бәрін сіз қазір айтады ғой көбінесе 6 рет тамақ ішу керек деп. Эктоморфтар үшін 6 рет емес, эктоморф үшін 3-4 рет. 4 рет максимум тамақ ішу керек. Сіздерге 6 рет деген дробное питание келмейді. Неге? Өйткені сіздерде высокий обмен веществ. Зат алмасу өте жоғары. Сондықтан бұл дробное питание деген, және қайта-қайта 3 сағат сайын тамақ ішу, ол зат алмасуды одан сайын жылдамдатады. Сондықтан сізге зат алмасуды кішкене түсіру керек. Сондықтан күніне 4 рет 1 килограмм салмаққа 3-4 грамм углевод, 2 грамм белок, 1 грамм жир углевод деп. Осыдан бастайсыздар. Сосын ары қарай қарайсыз, салмақ жинала ма, жиналмай ма. Жиналмай жатса, демек тағы да қосу керек. Углевод, белок қоспай қоясыз. Белок 2 грамм. Углеводты қосу керек. Ол енді әр адамның зат алмасуына байланысты өзгеріп тұрады. Сондықтан осынша углевод сізге керек деп ешкім айта алмайды, оны эксперимент арқылы білесіз. Енді тренировка туралы айтатын болсақ, тренировканы азайту керек. Тренировканы азайту деген тренироваться етпеу керек деген сөз емес. Тренировканы азайту деген тренировканың уақытын 1 сағат, максимум 1 сағат 10 минут, одан ары емес. 1 сағатқа дейін тренировканы істеп, сіз уже залдан шығып кету керексіз. Неге деген сұрақ туады. Біз бәріміз үйреніп қалдық қой, 1,5 сағат, 2 сағат тренироваться етіп залда. Чем больше тренируемся, больше мышцы деп. Бірақ эктоморфтарға ол жүрмейді. Өйткені эктоморфтардың обмен веществ, зат алмасуы өте жоғары. Демек ол глюкоза деген болады, гликоген мышцада. Мышцы содан энергия алады. Вот сол гликогенді сіз тез расходуете. Тез бітіп қалады гликоген. Өйткені обмен веществ тез жүреді, оны тез жағып жібереді гликогенді. Гликоген тез жанғаннан кейін, сіз уже 40 минуттан кейін сізде гликоген жоқ. Тренировка істегенде. Гликоген жоқ болса,
сіз ары қарай тренировканы жалғастыра берсеңіз, мышцаңыз жанады. Уже энергия беріп тұратын гликоген жоқ. АТФ, андай мұндай бәрі бітті. Энергияны ешқайдан ала алмайды. Содан мышцы, наоборот, өсудің орнына бұл уже разрушается, бұзыла берді. 1 сағат тренировка, сондықтан болды. Залдан шығып кету керексіз. Әйтпесе, сіз мышцыңызды наоборот өсірмейсіз, а наоборот кішірейте бересіз. Енді подходқа келсек, 9 подход ең көбі, одан көп істеуге болмайды. 4 подходтан 9 подходқа дейін деп алайықшы. Әркімнің өзінің дайындығына байланысты. 4 подход ол енді бастап жүрген адамдарға. Демек, рабочий 4 подход болғанда, оны разминка, жеңіл вестермен санамайсыз. Бұл ауыр веспен болу керек. Ауыр веспен өзінің рабочий вес дейді ғой, рабочий веспен 4 подход. Соның ең көбі 9 подходқа дейін істейсіз. 7 подход середина, осы нормально. Көп адамдар үшін, потому что 9 подход жасау үшін кішкене дайындығы жақсы, көп 1-2 жыл дайындалып жүрген адамдарға 9 подход істеуге болады. Енді бастап жүргендерге 9 подход көп болады. 5-7 подход енді бастап жүргендерге нормально. Енді сол подходта неше рет істеу керек бір подходта? Бұл 8 бен 12-нің арасы. 8 бен 12 рет істеу керек. Сондай өзіңізге вес алу керексіз 8 бен 12. Бірақ жаңадан бастап жүргендерге, енді бастап жүрсеңіз, ондайше ол 8 рет сізге істеуге болмайды. Потому что 8 рет істеу үшін ауыр вес алу керек. Ауыр вес алу үшін сіздің травма қаласыз, әлде жай ол сіз грудь істесеңіз, жим лежа істесеңіз, оны сіз сезбейсіз, если ауыр вес алсаңыз. Сол үшін бірінші техниканы қою керек. Сондықтан енді бастап жүрсеңіз, сізге количество басқадай болады. 12 мен 15-дің арасында істеу керек. Бірінші техниканы үйрену керек. Мен ол техника туралы видеоларды түсірем. Грудь қалай качать ету керек, арқа, иық, бицепс, бәр мышцаға жеке-жеке видео түсірем. Оның бәрін следите, көріп отырасыздар. Техниканы бәрін үйретем сол видеоларда көрсетіп тұрып. Өзім сондай ойым бар. Енді сол бірінші бастағанда бірінші техникаға үйрену керек. Қалай сол мышцаны қалай ұстап тұрып, напрягать етіп тұрып істеу керек. Например, жим лежа істесеңіз, сіз грудьпен емес, трицепспен итеруіңіз мүмкін. Сондықтан грудьті ұстап үйрену керек. Сол үйренгеннен кейін барып, уже вестар қоса сіз ауырлатып, 10 рет, жаңағы 8 рет істей алатын весқа қосасыз. 10 рет, 8 рет деген сол 8 болса, мысалы, 8-ден артық істей алатын вес болмау керек. 8-шісін сіз уже әрең көтеру керексіз, біреудің көмегімен даже. Но оғанға дейін жету керек, бірінші ауыр жеңіл веспен істеу керек. Бұл советті жай деп оны елемей қоюға болмайды. Білем, бәрі ауыр весті келе сап, ауыр вестегілерге, потому что бәрі жерде айтады, эктоморфтарға мышц өсіру үшін ауыр веспен 8 рет, 6 рет істеу керек деген. Бірақ оны сіз егер ол мышцаны, ол бұлшық етті сезбесеңіз, 6 рет істегенмен, 8 рет істегенмен сол бұлшық ет, сіз басқан бұлшық етпен итеріп жатырсыз. Ендеше оның толқы жоқ одан. Сондықтан осы кеңеске құлақ асыңыз. Бірінші қалай дұрыс істеп жатсыз ба, соған көңіл аударыңыз. Жеңілдеу веспен, орташа веспен деп айтайыншы. Орташа веспен көңіл аударып, қалай дұрыс істеп жатсыз. Менің видеоларымды, кейінгі шығатын видеоларымды көріңіз. Келесі видеоларым тренировка болады, сол әр мышцаға қалай дұрыс істеу керек, қалай сезіну керек мышцаны, қалай сезу керек, ловить надо, босатпау керек, соның бәрін айтам. Сондықтан өткізіп алмаңыз видеоларда. Енді тренировканы қорытындылайық, қалай өз тренировкаңызды өзіңіз құрастыруға болады.
тренировкаға келдіңіз, разминка істедіңіз, жеңіл веспен бастайсыз. Мен мысалға сол грудь мышцасы өзіме ұнайды, грудный кеуде мышцалары. Грудьтан бастаймын. Грудьті алайын бүгін. Грудьті мысалға жим лежа. Жеңіл веспен істедіңіз, оны подход деп санамайсыз әлі. Мысалы сіз 50 килограмм көтере алатын болсаңыз, 8 ретке. Разминка бір 10 килограмм, 20 килограмммен, потом 40 килограмммен, бір 6 рет, 7 рет солай істейсіз. Одан кейін 50 килограмм өзіңіздің рабочий весіңізді қоясыз, демалып аласыз да, сол мощностьмен істейсіз. 8 рет қанша рет істей аласыз, страховка бір қойып, көтере алмай жатқан жағдайда тағы да 1-2 рет көмектесіп жіберетін адам керек. Солай істейсіз. Ол уже 1-2 жыл занимация етіп жүрген адамдарға. 8 емес, сізге 10-12 рет. Если бірінші рет бастап тұрған адамдарға 10-12 рет кішкене жеңілдеу веспен. Сосын демаласыз. Демалыс 10 минут болу керек. 10 минут болу керек. Сіз бір күнде алғанда 2-ке бөлесіз. Грудь пен бицепс. Өзіме қатты ұнайды осы связка грудь пен бицепс. Грудь істедіңіз, бір подход, жаңағы 8 рет, 10 рет ауыр веспен сезіп жақсылап. Содан кейін 10 минут грудь демалу керек. Пока грудь 10 минут демалғанша, 10 минут ол максимум, а так где-то 6 минуттан 10 минутқа. 6 минуттан 10 минутқа дейін демалу керек. Енді сіз 10 минут демалып жүрмейсіз ғой, 6 минут, 10 минут. Сондықтан бір подход істеп салғаннан кейін 2 минут, 3 минут демаласыз да, бицепсқа істейсіз. Штангымен бицепс жасайсыз. Тоже где-то 10 рет істейсіз. 10 реттен кейін 10 рет істейсіз, бірақ та если сезіп тұрсаңыз, что 10-нан ары қарай істей аласыз, 12 рет, 15 рет, сол ары қарай істей беру керек. Әбден шаршағанша. Если 10-нан көп 12-15 рет істесеңіз, демек вес қосу керек те, келесі подход істегенде уже 10-12 рет. Керек количествоны тауып аласыз өзіңізге. Весті керек тауып аласыз. Сосын демаласыз, тағы да 1-2-3 минут. Сонда 2-3 минут сіз грудьтан кейін, жимнан кейін 2-3 минут демалдыңыз. Сосын кейін бір 30 секунд істейсіз. 30 секундтан кейін 30 секундына бицепс істеуге кетті дейік. 30 секундтан 1 минут кетті дейік. Сонда 4 минут болды. Тағы да 3 минут демаласыз. Сонымен 5, 6, 7 минут. Идеально. 7 минут, 3 минут. Сонда бицепстен кейін тағы 3 минут демаласыз да, оған қайтадан жим лежа істейсіз. Сонда қайтадан жим лежаға келгенде сол керек грудьтің мышцалары, бұлшық еттері демалып үлгереді. Демалып алады. Сіз уже ауыр веспен тағы да істей аласыз. Солай 3 подход грудьқа. Сосын гантельмен келесі упражнение. Бәрін қосқанда 7 подход болу керек, рабочий ауыр вестермен. Сон бәрін дұрыс істесеңіз, 1 сағаттың ішінде үлгересіз. Даже 9 подходты 1 сағаттың ішінде үлгересіз. Осылай істесеңіз. Сонымен тренировка болды. Осылай тренировканы дұрыс істесеңіз, дұрыс тамақтансаңыз, тренировка, кстати, жаңағы упражнение бізде аз болады ғой. Сол упражнение базовый упражнение болу керек. Базовый дегеніміз сол жим лежа, гантельмен, штангымен көп тренажерсыз. Енді осы тренировка сізде дұрыс құралса, сіз ары қарай тамақтануды дұрыстау керексіз. Онсыз бұл тренировка қаншалықты дұрыс болғанымен дұрыс тамақтанусыз тамақ қосылмайды. Сондықтан тамақты көбірек жеу керек. Жаңағы мен айтқандай 4 рет каждый тамақ көп-көптен инсулин көтерілу керек. Болды, көргендеріңізге рахмет. Келесі видеоны тосыңыздар. Келесі видео тренировка.